Достық қолын береміз, дәстүрлерді көреміз, түрлі ұлттармен біз танысып келеміз. Қаншама дос таптық, тағы қанша дос табамыз. Алға, ақтиын! Жақсылықты жақтаймыз, ата үмітін ақтаймыз, тағы да бір тамаша таныстықты бастаймыз. Мынау Шықшибек, ол төңіректе не болып жатқан ешқашан сезбей. Қаш! Оңға қарай, қаттырақ. Шықшибек, біз неге қашуымыз керек? Маңайда тыныштық, бізді қуып келе жатқан ешкім жоқ. Тағы қуып келет, енді солға қарай. Мына қоршаудан секір. Біздің алдымыз ашық, қоршау жоқ, неге тегіс жерде секіреміз, Шықшибек? Тоқтай тұршы, бөгет болмай, өзі екі ақ жаным қалды. Шықшибек, андағы айпаттан ең болмаса бір рет басыңды көтерсеңші, алдыңда таныстарың тұр ғой. Жоқ, мынау таныс емес. Жаңа қуғыншы, астындағы машинасы қатты жүрет. Шықшибек бұл әдетін қоймаса, алдымен соқыр, содан соң саңырау болып қалады, аяғында наданға айналады. Не дейсің? Неге соқыр болам? Дәрігерлердің айтуынша, iPhone мен iPadқа күніне 2 рет жарты сағаттан ғана қарауға болады. Онда да арасында үзіліс жасау керек. Әйтпесе көзге жағымсыз әсер етеді. Әзірбайжан үйіне қош келдің, досым. Менің атым Самира. Мен қазақ баласымын. Әзірбайжан ұлтының тұрмыс салтымен балалардың ойындарымен таныссам деймін. Қолдан келгенше көмектесем. Сенің Самира деген есімің не мағынаны білдіреді? Самира деп әңгімелесушіні, нәтижелі пікірлесушіні атаған. Ұлттық ұғым шыңдаған, ұл қыздар бар мыңдаған, жаман болмас солардан Самираны тыңдаған. Онда мен дәл келіппін ғой, бүгін Әзірбайжан туралы әңгіме тыңдайын деп едім. Қазақтар мен әзірбайжандар бұрыннан туыстас халықтар. Біз Каспий теңізінің екі жағалауын жайлап жатырмыз ғой. Каспийді достық теңізі дейді. Жоқ ешқандай кемісі, татулықтың жемісі бар, әлемге белгілі Каспий достық теңізі. Екі халықтың арғы тарихында ортақ тұлғалар бар ма? Бар болғанда қандай? Түркінің ұлы ойшылы Қорқытты екі халық өзінің ортақ бабасы санайды. Әзірбайжандар Қорқыттың даналық сөздерін қаншама рет кітап етіп шығарып келеді. Самира, біздің Сырдария өзеніміздің жағасында Қорқыттың кесенесі бар. Ел аузында Қорқыттан қалған сөздер бар. Қызылорда облысындағы Қорқытқа арналған салтанатты жиындар мен өнер шараларынан біздің ұлтымыз сырт қалмаймыз. Самира, енді әзірбайжандардың дәстүрімен жақынырақ таныстыршы. Жарайды. Әзірбайжандардың Наурыз қарсаңындағы сәрсенбіні күтуі туралы айтып берейін. Барлық түркі халықтары сияқты әзірбайжандар да Наурызды жаңа жылдың басы деп санайды. Ескі жыл есіктен кетер кез келгенде оны шығарып салатын бірнеше салттар бар. Бір ғажабы оны тек сәрсенбі күндері орындайды. Өйткені аптаның ішінде сәрсенбі сәтті күн деп саналады. Бірінші су сәрсенбісі атап өтіледі. Ол 4 құбылыстың бірі суды құрметтеуге арналған. Келесі жолғы сәтті күн от сәрсенбісі, яғни жерді жаратқан құдіреттің бірі деп отқа құрмет жасалады. Үшінші сәрсенбі топырақ сәрсенбісі. Ең соңында тура Наурызбен тұспа-тұс ақыр сәрсенбі атап өтіледі. Бірінші сәрсенбіден наным бойынша су жаратылған, одан кейін от жаратылған, одан топырақ пайда болған. Ақыр сәрсенбі күні сол топыраққа өсімдіктің бір жаруымен сәйкес келеді дейді әзірбайжандар. Бұл күні әр үйдің ауласында отбасында қанша адам болса, сонша жерден алау жағылады. Әркім киелі сөздер мен тілектерді айтып, осы алаулаған оттан секіреді. От сөнген соң жастар оның күлін сыпырып алып, ауылдың сыртына немесе жолдың бойына шашып тастайды. Сол арқылы оттан секіргендер тазарып, бойындағы қиындықтардан құтылып, бөгет болған кесір кемшіліктерден арылады деп саналған. Осылай Наурызда жермен бірге адамның жаны мен бойын да тазартады. Міне Әзірбайжан ұлты Наурыз қарсаңында бірнеше сәрсенбі бойы от, су және топыраққа өз құрметтерін білдіреді. Бұл өте ерекше дәстүр екен, Самира. Жалпы отпен тазару түркі халықтарының ежелден қолданған дәстүрі. Қазақтарда отпен аластауды біледі. Әсіресе адыраспан немесе арша жағу арқылы аластаудың медициналық пайдасы бар. Самира, сендерде балалар ойындары бар ма? Әлбетте, біздің халқымыздың балалар ойнайтын ойындар жеткілікті. Олар бірнеше ғасыр бойы сақталған және әрқайсысы қызғылықты. Біреумен таныстырсаң қайтеді? Жарайды, қайсысын таңдауды өзің айт, мен екі ойынның атын айтайын. Біреуі орамал тастау деп аталса, екіншісі ерді аударма, яғни ерттелген аттан секіру ойыны. Қайсы саған қызық? Ендеше мен екінші ерді аударма ойынын көрейінші, Самира.
Айтқаның болсын, қазір көрсетем. Басқа да түркі халықтары сияқты әзірбайжандардың ата-бабалары ат үстінде өмір сүрген жауынгер халық болған. Олардың мұндай өмірі балалардың да санасына сіңіп түрлі ойындардың шығуына себепкер еді. Соның бірі ерді аударма. Ойынға бірнеше бала келеді. Олардың арасында санамақ жасалады. Бірнеше санамақтан соң ең соңында қалған бала ат болады. Ол ортада төселген кілемнің немесе көрпенің үстіне жатады. Арқасына өзінің бас киімін қою керек. Міне осыдан кейін келесі бала өзінің бас киімін шешіп, оны ат болған баланың бас киімінің үстіне қояды, жүгіріп келіп, осы екі бас киімнің үстінен секіреді. Егер секірген кезінде шошайып тұрған бас киімдер құлап қалса, онда ер аударылған болып саналады. Бас киімдерді құлатып алған бала енді ат болу керек. Егер ойыншы секірген кезде бас киімдер аттың арқасына аударылмаса, ол өзінің бас киімін алады. Сосын кезекті бала бас киімін бірінші бас киімнің үстіне қойып секіруге дайындалады. Бұл ойын балаларды ептілікке, кедергіден секіре білуге үйретеді. Сол сияқты алдағыны көзбен өлшеп алудың да маңызы зор. Балалардың аяқтары да жақсы дамиды. Міне досым, сенің көргенің Әзірбайжан балаларының ерден аударма атты ойыны қалай, ұнады ма? Ұнағанда қандай, Самира? Тым қызық ойын екен. Біз де жиналып алып ойнайтын боламыз. Қызық екен дау бар ма? Ұстатпай кет жауларға, ал жиналып ойнаңдар, енді ерден аударма. Досым, тағы қандай тілегің бар, айта бер? Айта берсем, Самира, Әзірбайжандардың ұлттық тағамы туралы білсем бе деймін. Демек, мен саған долманы қалай әзірлеуді көрсетем бе? Долма десең долма. Долма болатын себебі ол Әзірбайжан дастарханына ең жиі келетін ыстық ас болып табылады. Дастарханға келейік, дәмге ерік берейік, дайын болған ыстық ас долманы жеп көрейік. Долма міне былай әзірленеді. Жүзім адамзат үшін аса пайдалы жеміс. Күзде оның шоқ-шоқ болып пісетін жемісін жейді. Сол арқылы ағзаға түрлі пайдалы дәрумендер келеді. Жүзімді кептіріп алып, мейіз ретінде пайдалану да ежелден бар. Жүзімнің шырыны бойға қуат береді, шөлді қандырады. Бұдан басқа жүзімнің жапырағынан ас әзірлеуге болады. Әзірбайжандардың долмасы міне тура осының көрінісі. Жүзімнің жапырағын жақсылап жуады. Қойдың етін ет тартқыштан өткізеді. Бірнеше бас пиязды етпен бірге тартып алады. Тартылған етке ұсақ етіп туралған әшкөк, кинза сияқты түрлі дәм кіргізетін шөптерді қосады. Күрішті тазалап жуып, оны да қосады. Тұзбен бұрыш сепкен соң, осының бәрін араластырып қояды. Жүзімнің жапырақтарын 2 минуттай қайнап тұрған суға батырады. Оны сүзіп алып, үстел бетіне бір-бірлеп жайып қояды. Әрқайсысына мөлшерлеп, манағы тартылған дайын тұрған етті салады. Сосын жапырақты ет көрінбейтіндей етіп, жақсылап орайды. Осылай оралған долманы қаз-қатар етіп қазанның ішіне салады. Бойымен бірдей етіп су құйып, 40 минут қайнатады. Бұдан соң дайын асты кез келген қонақтардың алдына ұялмай қоюға болады. Міне, біздің долма ұлттық тағамымыз осындай. Долма мақтауға тұрарлық тағам екен. Жүзімнің жапырағының пайдасын алғаш көруім. Жарқыратқан жүзіңді, берекеткен күзіңді, жеміс пенен жапырақ берген мақта жүзімді. Досым, тағы қандай өтінішің бар? Рахмет, Самира, саған ризамын. Әзірбайжан ұлтын толық танып білдім. Онда ұмытпай келіп тұр, тағы долма пісіріп берем. Кездескенше, Самира. Сәлеметсіз бе, ағаш ата? Бар бол, балам. Ал, әңгімеңді ағыта бер. Әзірбайжан ұлтымен таныстым, ата. Қалай саған? Қорқыт баба туралы айтты ма? Айтқанда қандай, ата? Наурызды қарсы алам екен. Наурызды қарсы алулары тіпті керемет. Бірнеше апта бойы су, от пен топырақ сәрсенбілерін атап өтеді екен. Міне осылай табиғатты құрметтеген халық қор болмайды, балам. Сенің тағы жақсы дос тапқаныңа таласым жоқ. Рахмет, ағаш ата. Сау болыңыз.